Мақпал түннің жібек желі еркелей есіп сай-саланы шарлап, сүттей аппақ ай сәулесінің жарығы түскен жердің бәріне сәлем айтып тұрғаны болмаса, өңге тіршілік қалың ұйқыда. Түннің жартысынан ауып, таңғы бөлігіне бет алған тұсы, шырт ұйқыда жатқан елдің бәрінен бөлек қабырғалаған жалғыз пенде. Бауырлай маужыраған зеңбір аспанның астындағы тыныштықты бұзып сыртқа шықты. Арсалаңдаған кәрі төбет басын көтеріп, желбегей жамылған шапаны жер сызып келе жатқан қарияның аяқ тықырын көзімен ұзатып, барлай қарағанмен түрегеліп, еріп баруға ерінді. Жасы келген бейбақ, осы үйдегі ит атаулыға бас көз болғаны демесең, қарттың ізін басып шауып кеткен анау тазылайырдай шапшаң қозғалып шалт қылық қылмайды. Әрнемірек барып дәрет сындырған қария соңынан сөлкілдей еріп, бүлкілдей шауып әрі ұзап, кері қайтып жүрген қос тазысын ерте бері келеді. Үйдің ығына жете жүрісін тежеп, жез құмғанын жерге қоя, дәрет алған иесінің екі қапталында шоқиып отырған су тазылары, ақ сұңқар мен көк сұңқардың күндегі салты осы. Бұл сұлулардың даңқы сөз жеткен жердің бәріне мәлім. Иттің де абыройлысы болады, жүгіргенде аңды, ұшқан құсы қолдан шығармайтыны, қоян мен түлкіні қанжығаға байлап беретіні былай тұрсын, жон арқасы күжірейген арланның екеуін еншілеткен. Түнгі намазын оқып, қос алақанын көкке қаратып, қалқайып отырған қария күбірлеп ұзақ дұға қылды. Қарасуды теріс ағызатын Мағзұм молданың ұлы деген аты бар. Балиғатынан 5 парызы түгел мұсылмандықтың жолын бұзбаған Молдыбайдың түр тұлғасының өзі қандай шіркін. Екі иығына екі кісі мінгескендей, қаптағай денелі, кең кеуделі, жуан мойынды 5 қарулы жарықтық жігіт кезінен көкпардың көк серкесін тартқызған білекті, көпті басындырмаған жүректі, сөздің турасын, істің әділін айтқан, шыншылдығы мен сиялы қария. Бәйбішесі аққудан бала көрмепті. Екінші жары Ақлиманың етегінен өрбіген 7 ұлдың 5-еуін Құдайдың өзіне беріп, қалғыр мен болғырдың тілеуін тілеп, өсіп-өніп отырғанына мың шүкір етіп, мың дұға қылған қарттың таңнан бұрын бүгіліп сәжде қылар дұғасы өзгермейді. Қалғырлары ағаларынан кейін қалт-құлт етіп, тәй-тәй басып, есіктен сығалаған өлімнен қағып жүріп өсірген соң, һәм жалқауырақ, сауықшыл, болғыры алдыңғылардың жоқтауын естіп, кемдігін көріп, ойсыраған орнын толтырып, ер жеткен ақылдысы, һәм еңбекқоры, шебер Құдай сынағанына сабыр еткен құлының құтын бір ұлмен тегендеп берейін деді ме, бір баласына өнерді де үйіп-төгіп бере салыпты. Домбырасының ішіне саусағы тисе, ақ болды. Қос ішек күмбірлеп ала жөнеледі. Күйінен киік билеп тыңдаған ел елтіп, ата мекенді аңсайтын көптің жүрегін толқытып, ыстық бұлағын қайнатып жіберетін көрінеді. Мың болғыр, болғыр. Құлжанның құба белдеріне өрмелете жылқы баққан болғырдың жүрегі бүгін қобалжулы. Келіншегінің кешеден бері тынымы жоқ. Алғашқы туыты болмаса да, осы жолы құрсағы тастай қатып, түйіндей батып, қабырғасының астын сыздатып, жанын жеп жатқанына мазалы. Онсыз да тырбиған арық, нәр сызбай, су ұрттамай ыңыранып жүр. Молдыбайдың бәйбішесі қарнының астын сипап көріп, әлі піспеді, толғақта анық емес,
қимылыңды тоқтатпа деп кері қайтарғанда ол сорлы: ойбай, апау, бала тапқан қатын екенім рас болса, сәті келгені анық. Жамбас сүйегіме нықталып, аяқ алып жүрмекке болар емес. Әлгі бір шөп қайнатып ішкізетін дәстүріңізді қылмасаңыз, қу жанымды қоярға жер таппай барамын, деп зар иледі. Мұнысы бала таппаған сізден бала тапқан мен жақсырақ білем ғой дегендей шықса да, бәйбіше көңіліне алмады. Сорлау, келмеген толғақты шақырып, алғыр құдіретті қайда менде? Ішке түскен шикі ет сыртқа шықпай жатушы ме еді? Алланың бұйырған сәтінде шығар. Бар, күт деп зекіп жібергенмен келіншектің қысыр сөзіне мән бермеген. Қарақат: ең болмаса ішімді сипап беріңізші. Қолыңыздың табынынан жаным тынышталып, бойым жылып, рақаттанып қаламын деп жалынды. Бетсіз қалғыр! Енесіне қарнын сипалатып, талтайып жатқан қатынды қайдан көрдің? Бар, байыңа сипат, масқара деп екі бетін кезек-кезеп шымшығанда, тегі ортақ, руы бір, сүйегі туыс екенін алға тартып, алдына басын қойып жата кеткен келіншектің шашын аялай сипап үнсіз қалған бәйбіше. Сүйек жаңғыртамын деп кіші үйдегі тоқалдан туған екі ұлдың үлкеніне өз тұқымынан қыз алып берген ақ бәйбіше. Ақлима тапты, тоқалды туды демесең, екі ұлдың екеуі де аққу апасының емшегін еміп қойнында жатты. Молдыбай кіші қатынның отауында түнейтінде, кекілді ұлдар ақ апасының құшағында ұйықтайтын. Қатын болып байын қызғанбаған бәйбішенің бас иесіне құрметті де ерекше. Сөзін бөліп, көңілін қалдырып, абыройын төмендеткен емес. Жұрт сүйсініп жататын ақ бәйбішесінің осы қасиетін естіп өскен екі бала есейе келе шешелерінің де жүрегі мұңға, көңілі шерге толып ғұмыр кешкен түсінген. Апатай, ертегі айтшы деп қиғылық салғандарында кейде бұлар ұйықтап кеткенше аңыз, ән сапаларды сапырып, кейде ыстық жасы жастыққа сіңіп, теріс қарап, бүк түсіп жатып қалатын. Жарықтық жарына емес тағдырына нәлиді екен-ау. Несін қызғансын, Ақлима ақ бәйбішесінің бір шашына да татымайды ғой, деп сыпсыңдайтын қатын. Қалаш, екі баладан қорынып сыбырласатындайды. Ақ апаларының сұлу екен оларда қайдан білсін? Аналарының кім екен білмегендей, ақ апаларының көрер көзінің жауын алып, естір құлақтың құршын қандыратын перизат екенінен бейхабар болатын. Ақлимаға бала керекте болмағандай құдды. Туғандарын өліп жатса да, аса бір қайғырып, жер бауырлап жылап жатқан ешкім көрмепті. Емшек сүті сорғалай ағып жүрсіп, сіресі домыққан кеудесін байлап алып, үн-түнсіз тірлік қыла беретін. Жаңағы қатындардың суық сөздерін естімейді емес, естиді, мән бермейді. Екі ұлы оның да сырын кейін ұқты. Еркек атаулыдан сұлу жаратылған әкелерінің болмысына жұтынып қарап, тұтығып қалмайтын ұрғашы кем де кем еді. Екі сұлу қосылғанмен бір перзентке зар қылған Құдай махаббатқа емес, құл үстінде тұрған ұрпақ жалғасына араша болмаққа осы сорлыны қоса жаратып қойыпты. Қанша сұлу болса да, пұшпағы қанамаған сүйіктісінің өз рұқсатымен төсек жаңғыртқан бір еркекпен тағдырына пұшайман болған екі ұрғашының арасындағы терең мұң, сырт көзден құпия екен. Бірінен соң бірі шетінеп өліп қала беретін сәбилерінің соңғы екеуін аман қалдырған Құдаймен алыспай, бір өзге тапқан балаларды бауырына басып, бірі таппағандай жаратушысына тағы перзент сұрап, екі қатын бір еркектің тілеуін тілеп, өз сорымен өзі іштей алысып, үнсіз ғұмыр кешіпті. Мұның бәрін екі жігіт екі ұқты. Ағапа деп үлкен үйдегі апаларының сүтсіз емшегін еміп, сыздаған емшегін байлап, азаптанған аналарын елемей,
өскендері өксік тықылдады. Не десе де екі үй, бір қазан, екі әйел, бір еркек, екі ұл, бір үміт шаңырақты қисайтпай, ошақты сөндірмей әулетті жабылып жатып сақтап қалыпты. Болғанның келіншегіне не кесір тигенін кім білсін, толғағы жиілемей бірнеше күн қиналып, бар күшін сарқып тастады. 4-ші тәулік жанын қоярға жер таппай шыңғырып, жер тырбынап жыладай. От жақтырып, су сылдыртып, жарыс қазан салдырды бәйбіше. Ақлима аңқылдап жүрегімен үлкен үйдің жарлығына жарбаңдап, бұйрығына жалпаңдап, немересінің дүниеге келуін іштей тілейді. Ақ бәйбіше ақ қол алдырып, арқан кергізіп, келінді кіргізіп, алғалы Ақлимаға аяқ бастырмады. Қызғанады. Күйеуінің ыстық құшағын бөліскенмен екі ұлды бөлісерге құлық танытпай иеленіп алған соң, олардың туғандары да өз етегіне орап, кіндігін өзі кесіп, қанымен берілген текті қолмен беріп, өзінен ұқсатып алған бәрін. Шарана кіндігін кескен кіндік шешеге ұқсап кететіні Құдайдың құдіреті де, о тоба. Таңға шырылдап толғатқан қарақат айдай сұлу қыз туып, көкжиектен күннің нұры шашырай атқанда үзіліп кетті. Кіндігі мойнына оралып, тұншығып барып, көгеріп туылғанда дем ала алмай, көттеннен шыршылдатып ұрған ақ қолдың әрекетінен соңды да тірі екенін белгі бермеген қызыл ет. Ақ бәйбіше аяғынан салбырата көтеріп тұрып, арқасынан қағып-қағып жіберіп, аузына саусағын сүңгіте салғанда шар ете қалды. Құлыным, балаңды бауырыңа баса алмай, емшегің име кетті, деп аңыраған ақ бәйбішеге басу айтқан ақ қол, кінәлі адамдай тізерлей отырған күйі. Қайтейін, ақ Молдыбайдың еркесі, ақ бәйбішенің елігі, осы әулеттің ең қымбат мүшесі Ғайша. Екі ағасының соңынан ерген шәрбат, қылықты сәбидің қалауына түгелі құлдық. 3 баласына ана болар жібі түзу жан таппай. 2 жылдан астам жалғыздық кешкен болған. Көктемге ілінге Найманның жесірімен уағдаласып, көп ұзамай алып кететін болды. Молдыбай той қамына кірісіп, алыс жақын елге хабаршы жүгіртті. Ат шаптырып, бәйге бермесе де 2 жесірдің некесін қиып, мал сойып, көптен бата сұрамақшы. Жаз жайлауға барып, арқа-жарқа думандатып жатуға ұлы келіспеді. Жесір мен жесір бас қосса амалдың жоқтығы, тағдырдың жазуы, деді әке. Несіне жырғып тойлап жатсыз? 2 жарты бір бүтін болмадық. Елді куәгер қылмақ жеткілікті деген қам көңіл ұлының сөзіне қарсы дау айтпады. Ақ бәйбіше де Ғайшаны емірене иіскеп, құшақтай кемсеңдеп кетіп келісті. Қасқыр күшіктеп жатқан кезең. Болған келіншек алып кетіп, Молдыбайдың үйіне құда жекжат, туыс туған көрші қолаң жиналды. Баланың үстінен кеткен келіндерінің әке шешесі де келді. Қария мен ақ бәйбіше алдарынан өтіп, рұқсат сұрай барғандарында олар да егіліп отырып, бір шетінен Молдыбайды ескі күйеу деп сыйлап, бір шетінен ақ бәйбішесін қыз деп құрметтеп, Құдайдың бұйырғанына қарсы шыға алмайтын пендеміз ғой деп екеуін күтіп жіберген. Молдыбайдың бесіктес ағайыны, бір мүшел кішілігі бар інісі Шақан, ұлының соңынан еріп, Үрімшіге көшіп кеткен талай жыл ілгеріде. Даланы сағынып, ауылға аңсары ауып келген соң, жұрт біраз күн жатпаққа бел буды. Молдыбай қария да құптады. Екеуі бауыр жорға мініп, ел аралап, шер тарқатып жүрді. Ауық-ауық кештерде болғанға домбыра шерткізіп, күйдің әуеніне елтіп, толғытып отыратын. Енді шырқа деп өтініш пен бұйрықты қатар айтып, пақ шіркін, самға деген елдің қолпаштауына разы болып, қолтаңдап қалады жігітің. Болған
өнерге кендеме. Кең даусын керней аспабын қағып-қағып жіберіп әндеткенде бәрі тынып сүйсіне құлақ салады. Дүние қызыл-жасыл сылаңдаған, сұлудай сылқымдады бұраңдаған. Төрт гүлім түгел дейтін халім қане, туған жер қол жетпесін шығар маған. Деп қазақтың көңіліндегі ата мекенге деген сағынышын жырмен төккенде, мөлкілдеген жасын жаулығының ұшына сіңдірген шешелер мен терең күрсінген әкелер айтта түс дегенде көз салады. Суырып салмақ өнерден де құралақан емес жігіт бәрін бірдей баурап алып, ән мен күйін үзбей таңға созады. Сүттей ұйыған әулеттің әтуері қашып аяқ астынан даурықты да қалды. Болғанға еріп мал ергізіп кеткен шақанның сол күні ақ бұлардың тыныштығын бүлдіріп, күл талқанын шығаратын кім болжаған? Молдыбай қарияның неше күннен бері жүрегі дірілдеп, көңілі құлазып жүреді. Әулие атанған мағзұм қарияның ұлы ненің боларын болжай алмаса да, әкесінің түсіне кіргенін күдіктенген. Теріс қарап отыр екен, жарықтық. Арқасынан келген ұлына бұрылып та қарамады. Кішкентай Ғайшаны жетелеп ұзап барады. Молдыбай өкшелеп еріп келеді. Кенет сарқыраған өзенге келіп тірелді. Қап-қара лай ағып жатқандай. Мағзұм молда Ғайшаны қара суға малып, ары-бері шайқай береді. Молдыбай шырылдап жылаған немересіне болыспасқа қанша ұмтылса да, қаққан қазықтай қозғалар емес. Табаны жерден ажырамайды. Шегеленіп қалғандай. Әкесі шөбересін суға лақтырып қайта сүзіп алып әуре. Қанша тұрғанын беймәлім. Әлден соң су тынып, мөп-мөлдір күйге еніп, араны қайтып сылдырлай аққан. Мағзұм қарияны осыдан соң Ғайшаны жерге қойып баласына бұрылмаған күй кете берді. Түсінен шошып оянған Молдыбай қария терге малшынып жатыр екен. О жаратқан ием, күнәһар пенделеріңнен кеткен ағаттықтар болса, кешіп мейіріміңе бөле, қаһарыңнан сақта деп тағы да ұзақ дұға қылды. Түнгі намазда сәждеде жатып, болған малды жайып тыным алғанда, шаққан тау тас аралап келмекке ниеттеніп, ақ сұңқар мен көк сұңқарды ертіп желдіретіп кеткен. Әкесінің қостарын астына шыққан пәндеулеу ағасына: «Оу көке, қоян атсаңыз жаны шықпай бауыздап аларсыз» деп ескерткен болған бауырына. Білем ғой» деп жөней берген екен. Көп ұзамай мылтықтың даусы гүрс ете қалғанда, жылқы осқырынып болған селк ете түсті. Алыста қалған Молдыбайдың жүрегі секіріп, кеудесіне сыймай өрікпен бір сұмдықты сезгендей мазасы қашты. Шар ете түскен Ғайшаны жұбата алмай, дал болған ақ бәйбіше ірімшік беріп тәтті ұсынып, қанша бәйек болса да сорлы баланың шағы сенбей қойды. Атасы дем салған соң сылқ етіп құлап ұйықтап қалды. Болған жайды әкесіне қалай жеткізерін білмей дал. Шақан маңдағы қасқырдың апанына тап болып, екі бөлтірігін бірдей бауыздап алыпты. Күшіктеріне қауіп төнгенін сезген құртақысы алыстан орғытқан Шақан көздеп тұрып, сұлатып салған. Оқ тиіп ұшып түскен құртқанның өлі терісіне бас қатырмай, екі бөлтірікті қанжығасына байлап, ыржиып келе жатқан Бәрхан көкесін көргенде ақсанын соғып, есінен тана жаздаған болғанның сөзін құлағына да ілген жоқ көкесі. «Оу, әкеңнің аузы неменеге сонша бүлінесің? Жылда бірнеше жылқыңды жеп кететін даланың итін сонша аяп не көрінді?» деп бұлыққан талқан болды. «Ақымақ болмасаңыз, қасқыр күшік дегенде айналасындағылардың малына зиянкестік қылмайтын адал аң екенін білетін боларсыз. Күшіктерін өсіріп ертіп кеткенше көршісін қорғайды, қиянат қылмайды, қылғанды кешпейді» деп шеке тамыры шодырайып, қанша зар қақсаса да көкесі былқ етпеді.
желдіреген күйі ауылға бет түзеп кете барды. Молдыбай қария сөз ұқпайтын бауыры шаққанды қуып жіберді. Жай қуып жібермеді, көгермегір көргенсіз деп қарғап жіберді. Абыроймен кебіліп абыройсыз кеткен ағайынды енді көрместей бұқтанып, ағасының сөзін кек тұтып кетті. Сол күннен бері қанша күзетсе де болған малын сақтай алмады. Бөрілер бір түнде келіп, жылқыларды тамақтанып, құлындарды жарып кете берді. Малды өргізіп қияметке айналды. Қасқырлар күн түн демей шабуылдайтын болды. Жылқының бірде-біреуін жемей жайрата береді. Бұл кезең киік төлдеп, қасқыр ораза ұстайтын мезгіл еді. Аяқ астынан 3 жасар Ғайшаға түсініксіз дерт жабысты. Молдыбай қария дем салып, Құран оқып, талай дертінің бетін бері қаратып жазып алатын болғанмен, өз немересіне құдіреті жетпеді. Іште қайдан келген азап екенін де сезеді. Ақ қасқырдың кесі ұрған, бауырына қарғыс айтып қата кеткенін де қуып ішіп сезгенмен қыларға шара таппайды. Болғанның қатыны түсік тастап, еріп келген баласы апалап, Ақлиманың етегіне оралып, ызыңдап берекені қашырды. Ғайшаның жүре алмай, меңірейіп отыратыны ақ бәйбішенің жанына батып, әлгіндегі айрандай ұйыған әулеттің шырқы кетті. Болған ыстығы ықыласты бола алмай, Молдыбайдың амалы намазын қаза қылмай, дұғасын үзбей, кең Құдайдың медет тілеу ғана. Осы азабы аздай болған аттан құлап, мертігіп, төсек тартып жатып қалады. Қалған малға тірлікке икемсіздеу қалған иелік қыла алмай шашып тастады. Қалғанның жері сылқымның нақ өзі. Құдайдан шебер бар ма? Екі өсерді дәл қосып қойғанын қарашы. Сатқынын сатып, қалған ағайындарына бөлісіп, Молдыбай қария келіспей кеткен тірлікке нүкте қойды. Қалған қатынын алып, қалағанын қарай тартып кетті. Бұл да мейлі. Сол жылы ешкім естімеген қыз болып, ақ бәйбішенің өкпесіне суық тиді. Апау, мені қойшы, сен жазылшы, мына бейбақтарға кім ие болады деп кемсеңдеген болғанның қолын оттай ыстық алақанымен қысып тұрып, ауруханаға кетіп бара жатқан ақ бәйбіше Ғайшаны құшып ұзақ жылады. Келем ғой жарығым, сауығып келем, Ғайшамды құшақтап жатырмын деген моншақтай тырсылдаған жасы жерге тамып, әйел болып пұшпағы қанап, емшегі имеген сорлы ананы соншама сұлу жаратқан Құдай тоқалдан туған ұлдарға ана қылып, еметайын елжіретіп, өзінен жөн деді. Бәрінен бұрын сүйек жаңғыртып болғанына өз тегінен алып берген сіңілісінен айырылып қалып, суық денесінен суырып алған жып-жылы шаранасының қанын жаулығына сүртіп, етегіне орап баққан Ғайшасын қимайды. Болғанның некелісі жетектеп ертіп келген ұлын жетектеп ертіп кеткенде де ешкім өкінбеді. Құтты осылай болу заңдылық сияқты. Тосынан келетін азаптарға еттері үйреніп қалған үйдегілер үнсіз қоштасып қала берді. Апасы кеткелі Ғайшаның сөзі азайып, көзі кіртиіп, періште жүзіндегі сүйкімділігі ұшты күйлі жоқ болды. Аяғынан түк тұра алмаған соң, көтеншектеп құйрығымен сырғанап, таңнан кешке дейін сырғанайды да жүреді. Болғанның қолы тигелі, кері кеткен тірліктің беті бері қарап, жыл бойы қаңтарылып қалған талай іс өне бастады. Әкесі бөліп тастаған малдардың басын біріктіріп, өз ісін істеген жерін қайта жалғады. Естияр болып қалған қос ұлы шығысып, ауырылған жеңілдеп, жеңілін желдей естірді. Бұрынғы әнші күйші болғанның бойында сол өнерден ырымдыққа деп белгі қалмаған. Кім қанша жалынса да жыр айтып, шырқамайтын болды. Кетіп қалған қатынды іздемеді, өліп қалған қатынды ұмытпады. Қатынның жоқтық емес, Ғайшаның күйі күйік болды. Апасын сағынды. 6 ай ауруханада жатып сауығып келдім деп күлімдей оралғанымен, көпке бармай дүниеден озып кете барған. Құшағы жылы, алақаны жұмсақ
аппақ сұлу апасын іздейді. Тапқаны бар, баққаны жоқ. Өз шешесін ана көрмеді, жеңге тұтады, әкесін аяйды. Әке Ғайшаны жазарға амал бар ма деп сұрады. Желдің өтінен торығып кеткен қоңырқай жүзін сипалап отырып кешкі ас үстінде болған. Молдыбай қария көп ойланып, аз сөйлейтін әдетімен жауабын ұзақ күттірді. Мосқал сақалын салалай тарап, үнсіз ұзақ отырды да жүре алмаса да, ес білетін Ғайшаның шашынан иіскеп алып, кім білсін балам, дәрігерлерге көрсеттік. Денсаулығынан кемдік таппады. Бел омыртқасында ақау жоқ, аяғы да сау, тілі тастай, көзі оттай баланың дертін молдалықпен емдемесе деп күмілжіді. Ендеше бар амалын қылайық та, деді ұлы шарасыздықтан шытынап. Деп қойғаны болмаса Молдыбай қария көріп жүрген түсіністерін сезіктенсе де тісінен шығармады. Желбіген жамылған оқалы шапаны жабырқап, өңірі кестелі ақ көйлегі мұнтаздай таза әкесі алқымына түскен аппақ сақалын нұр шашырып келген түсіне қасқыр емізе құлан таза жазылып шауып кетеді деп Ғайшаның аяғын ұстап отырады да жай басып ауаға сіңіп келеді. Бұл түсті бір емес, 3 қайыра көрген соң уайым мен ойдан керген жай түс емес, аян екенін Молдыбай қария жақсы біледі. Десе де қасқырды қалай емізбек? Түгел түркі түбі бір, түп атасы көкбөрі деген әпсанаға зиян қойса, айдалада қалған нәрестені қасқырлар тауып алып, құртқасы бауырына басып өсіріпті. Қасқыр деген киелі аң, өз дегені болмаса ешкімнің бұйрығына бағына ма? Ол түгілі терісі тірідей сыпырылып алсаңды қыңқ етіп, дыбыс шығармайтын бөріні күштеп көндіріп қорқытып ала алмассың. Түсінің төркінін түсінсе де амалын таппай мазасыз кеткен қария. Ғайшаның анасын тапқан атасы анасы, әрі құдасы, әрі қайын жұрты, ақ бәйбішенің төркіні Албан руының ақ сақалдарына жүгінбекке шешті. Домалақ анадан өрбіген текті ұрпақтың қайсысын түртсек те әулиеліктен кемшін емес. Қариясы Дария, еркегі Батыр, ұрпағы ғой, бір білсе солар білер деп жолға шыққаққа қамданды. Қанша қаласа да ақ бәйбішесінің топырағына тоқалын ертіп баруға қымсынды. Болғанның үлкен өзіне қолқанат қылып қалдырып, кішісін ілестіре жолға шықты. Албанның алқалы жұрты қашанғы әдетімен кәрі күйеу сыйлы құдасын құрметтей қарсы алды. Қыстың беті қайтып, тоңы жібіп, аяз қайта қоймаса да, ерте көктемде 12 қанат керегі керіп, қалың ақ киізбен оралған жып-жылы үйде күтті. Темір пештің отын үзбей, маздаған сексеуілдің табын сақтап, қатын қалашта аяқтарына тік тұрды. Өлген қыздарының көзіндей болған қарияның алдына семіз ақ қойды сүйреп кіріп, қолқалап бата сұрады. Үлкендердің көзі кетіп, замандастардың өзі сиреп, төрге шыққан жасында бата беруге болар, деп қолқа салған, жалындырмай қолын жайып. Ал, аумин. Қыздарың домалақ анадай қасиетті болсын, ұлдарың Бәйдібек бабадай өсиетті болсын деп бата бергенде қаумалаған қалың ел бір ауыздан аумин деп бет сипады. Я, ақылдасар алқа, кеңесер кемеңгер сіздерден деп іздеп келдім деп қария аз кем үнсіз отырған соң, ақ бәйбішем етегіне орап алып бала үстінде үзілген келініммен туған кішкентайымның аяқ астынан мешел болып аяқтан қалған білесіздер. Тәні сау, тілі баламның жүре алмайды демесең басқа да дерті жоқ. Ақымақ бауырым күшіктеп жатқан құртқаны жазым қылып, бөлтіріктерін өлтіргелі оңбадық. Келі оңның киесі ұрындық. Шаттаяқтап барып, әрең тіртінектеп келеміз. Әкемнің мағзұм әулие екені рас болса, түсіме де жайшылықпен кірмесі белгілі деп, сабырлы жүзбен салмақтай сөйлеп, қариялардың ең сыйлысы Қожамбеттің алдына түсіп сөз бастар ешкім жоқ.
Қасқырдың адамның баласын емізген аңыз да бар. Десе де 4-ке толған сәбиді бауырына басып емізе қоярына күмәнім зор. Ол балада емшек емей қояр жаста емес. Қасқыр киелі аң, тентек, тек ешкімге соқтықпайды, ешкімге бағынбайды. Алайда олардың киелігі сонда адал. Басын иіп көмек сұраған адамзаттан безініп көкірек кермейді. Әулетінің түсініксіздігіне кіріп аян бергенін сезсе, кегі кеткен кешіруден бас тартпайтын шығар. Тек амалын таба алсақ, деді албанның қариясы. Ұзақ талқыласып мәжіліс құрған қарттар ақыры бір шешімге келіп, мағзұм әулиенің аян қылған аманатын орындап, көрмекке бел буып бір шешімге келді. 2-3 ай бұрын шағылысқан қасқырдың бөлтіріктері кезеңі келіп қалғанын білетін қарттар жақын күнде құран түсіріп дұға қылмаққа Молдыбай қарияның үйіне жиналып, қасқырдың алдында бастарын имекке келісті. Бір шеті ақ бәйбіше атанған аталас сұлулардың, екіншіден туаттан кеткен қарақаттардың әруағының алдында бір амал қылмаққа өздерін парыздары сезінді. Қайша туған жиендері емес. Молдыбай қария ауыл сыртынан 3 үй тігіп от жақтырды. Ақлима Ғайшасының анасымен ақ бәйбішесінің төркін күтіп алуға дайындық қылды. Бірнеше құран түсіріп, дұға қылатын қариялардың ас суын қамдап, Молдыбай қария жылқы сойды. Қасқырдың киелі екені әбден рас. Жарықтық ақ құртқа 2 бірдей күшігінен айырылып, өзі жазым болғанымен бұл маңнан ауып алысқа кетпеді. Емшек сүті тамып, қаны ағып жүріп, болғанның малының көбін қырып тастағанмен, Молдыбайдың мені кешіріңдер, шаққан бауырымның иттігі еді деп зар илеп, қалған дұғаларын естіп қабыл алғандай тынған. Анда бір оқыс шыға келген қасқырдан үркіп, аударып кеткен аттан құлап жазым болған. Есін жиғанда анандайда шоқиып отырған ақ қасқырды көрген. Зәресі ұшып, зарып кетерге оқталып отыр деп жалынып жылап кешірім сұрайды. Ақ қасқыр құдды жігіттің сөзін ұққандай шоқиып отырды да, жігіт әлсіреп талып бара жатқанда бүлекке басып кетіп қалады. Төсек тартып ұзақ жатқан болған, аяғын басып, тірлігін жалғанда дала төсігін оқтын көріп қалатын болды сол қасқырды. Енді міне, маңда жүргенмен қиянатқа бармаған сол қасқырдың үйірінің алдынан өтіп, кегін кешуді сұрамақ. Құран аударып, еркектер таңнан кешке дейін Алладан дұға тіледі. Үлкендердің келісімен бір топ жігіт жортуылдап, бөлтіріктеп жатқан құртқаны қолға түсірмекке аттанды. Бөлтіріктеп жатқан құртқасын күзететін арланның сесінен қарсы тұру мүмкін емес. Қанша жүрексінсе де Құранның қасиетіне сеніп, Құдайдың құдіретіне сиынып шыққан көпке ақ сұңқар мен көк сұңқардың еріп кетті. Қариялардың бұйрығымен аттандырған жуық маңдағы қасқыр апаны тауып, бөлтіріктерін алып келмек. Баласын іздеп келген құртқа шарасыз пенденің бір өтінішін қабыл алса құба-құп, қабыл алмаса сорлап қалмай ма? Үміт пен күдік қатар айқасып, Молдыбай қарияның түсінде аян берген мағзұм әулиенің әруағына Құран бағыштап, жігіттер аттанып кеткелі 2 күн. Оқ-дәрі мен иттердің иісін сезген бөрілер шаппаққа именіп алыстан барлайды. Сол түні қасқыр ұлиды. Ит біткенін тыным кетіп, ызалы бөрінің сесінен үркіп, құйрығын қысып жатқан алыс ауылдағы көп итте тыпыршып жан таппаған ақ сұңқар мен көк сұңқардан ес қалмады. Құран үзілмеді, қариялар дұға қылуын тоқтатпады. Бурыл құртқа арлан мен жақын маңда жүрген бәрі сезді. Тек өз бөлтірігін іздеген бөрілердің үй маңынан қазылып, жылылап астына киіз төселіп жасалған жапандағы бөлтіріктерді мен адамның баласы бар деп шұңқырға жақындауды қиын
Екі ортада сәбиге зиян қыла ма деп Ақлиманың жүрегі аузына тығылып тұншыға жылады. Тірі адам естіп білмеген бұл істің неге ғана өз басына түскеніне назаланды. Көз тірісінде бір баласына да еміреніп сүймегені, құшағына қыспағаны үшін тапқандарын иеленіп алып, сүтсіз емсегін аузына салып, шешесіне емізуге бермеген ақ бәйбішенің алдынан кесіп өтпесе де іштей жек көрген еді. Енді мейірлене бөлеп, бесігін өзі тербетіп, түн ұйқысын 4 бөліп өсірген құлындарының басынан түскен сынаққа жаны шыдамай, ақ бәйбішенің әруағына құран бағыштап, күбірлеп дұға қылып, қолын көкке жая берді. Таң намазы кірді-ау дегенде, осқырған жылқылар мен қыңсылаған тазылар тыныштық тауып тына қалды. Жапа шұңқырда алыстап бақылап, әр сәтті мүлт жібермей отырған жігіттер жақындап келіп үңілді. Айнала қойылған шамдардың білтесі түгелісуге таяп, майы таусылуға айналыпты. Кірпік қақпай отырған Ақлима сыртқа шауып шығып, қолдан қазылған апанға қарай жүгірді. Бөлтіріктер жоқ. Мүлтіксіз кірпік қақпай бақылап отырған соншама елдің көзін қалай алдап кеткен. Шөп тесіліп киізбен қапталған жасанды апанды еш алаңсыз жатқан Қайшаны көріп, бәрі аң-таң. Ақлима жетіп келіп Қайшаны жұлып алып бауырына басып, айғай салып жылады. Әжесінің даусынан шошып оянған Қайша аздан соң шешесін танып жымия салды. Құран оқып отырған қариялар тоқтады. Түгел дерлік тысқа шығып апанға бет алды. Сәбиін құшақтап аңырап келе жатқан Қайшаны көріп, алдымен абдырап қалды да, сәбидің бұлқынғанын байқап десті. Молдыбай қарияның сол құлшылығының себебі де, соңы да жұмбақ күйінде қалыпты. Қариялар сонда болғандардың барлығына бұл оқиғаны тарқатып айтып, елге жарияламауға қатаң тыйым салыпты. Аңыз бен ақиқатын ешкім айыра алмайды. Мүмкін бір әңгімешілдің көңілін көтеріп, жұртты баурау үшін шығарған деседі. Мүмкін көнекөз қариялардың аузынан қалған шын оқиға деп аяқтайды айтқыштар әңгімесін. Әйтеуір әпсана мен шындықтың арқасында қалған осы бір әңгіменің кейіпкерлері болғаны хақ. Қайша 18-ге келгенше бұлаңдап ерке өсті. Көрген ел сұлулығына тамсанып, Қайшаның келбеті ерекше тым керім. Үстіңгі ерінің оң жағында біткен меңі сондай жарасымды. Қарақаттай мөлдіреген көздері оттай жанып, қап-қара кірпіктері талдана тікірейіп тұрады. Иіле біткен қалың қасы қабағының үстіндегі күмбездей ерекше жарасымды. Мойылдай қап-қара шашы бұйраланып, толқындала иығына құлайды Қайшаның деп суреттейді екен. Айттырған елдің ешбірін қабылдамай, Молдыбай немересін сүйегіне ұзатпапты. Тапқан ұлдары бөрідей сұсты, ержүрек батыр болғанға ұқсайды. Қайша сұлудың өз дүниеден өткенше қасқыр емген қыз атанып, қартайған шағында қасқыр емген кейуана деген атпен танылыпты. Әулие-аталарының қасиеті дарыған ба, көз түйіп, ұшынып, көтеріліп ауырған, тіл тиген баланы емдеп алатын емші болыпты. Рас болса, аттырылып тұратын қабағын иттің өзі Қайшаның көлеңкесінен басудан қорқыпты. Беті қайтып, жүні жығылып жата қалады екен мыс.